Жүрек жақындығы. Ұстаз өз шәкіртінен сұрады: неліктен адамдар жанжалдасып айқайласады? Өйткені олар өздерін ұстай алмайды, деді біреуі. Егер адам жаныңда тұрса, оған айқайлаудың қажеті не? Деді ұстаз. Бір-бірімен жай сөйлесуге болмай ма? Шәкірттері түрлі жауап ұсынса да, ұстаздың көңілі толмады. Ақыры ол былай деп түсіндірді: адамдар бір-біріне көңілдері толмай, дауласқанда олардың жүректері алшақтайды. Осы қашықтықта толтыру үшін және бір-бірін есту үшін оларға айғайласуға тура келеді. Ол қатты ашуланса, қаттырақ айғайлайды. Ал адамдар бір-біріне ғашық болса қалай болады? Олар айғайламайды. Керісінше жай сөйлеседі. Өйткені олардың жүректері өте жақын болғандықтан арақашықтық та кішкентай. Ал сүйіспеншілік тереңдеген сайын сыбырласудың да қажеті болмайды. Олар бір-біріне қарағаннан ақ сөзсіз түсінісетін болады. Бір-бірін жақсы көретін адамдар бірге болғанда осылай болады, деді ұстаз. Сондықтан біреумен ренжіскенде өз жүректеріңе бір-біріңнен алшақтауға жол бермеңдер. Бір-біріңнің араларыңда алыстататын сөздер айтпауға тырысыңдар. Өйткені арақашықтық алыстағаны соншалықты, кейін қайтуға жол таба алмайтын күн тууы әбден мүмкін.